Сәлем достар, сіздермен бірге Cosplay және бүгін біз Samsung Galaxy A8 және Samsung Galaxy A8 Plus смартфондарына шоу жасап өтеміз. Иә, бұл екі смартфонның шыққанына 2 айдан асып кетті. Жаңалық емес деп айтуымызға болады. Бірақ Samsung Galaxy A8 және A8 Plus смартфондарына қазақ тілінде әлі ешкім шолу жасаған жоқ. Сол себепті ыңғайланып отыра беріңіздер. Ал біз бастаймыз. Бұл Samsung Galaxy A8 және A8 Plus. Galaxy A сериясының 4-ші буынның жаңа смартфоны. Екі смартфонның техникалық сипаттамалары бірдей деп айтуға болады. Бірақ Galaxy A8 Plus-тың дисплейі 6 дюйм, ал аккумуляторының көлемі 3500 мАh-ге тең. Қазақстанда смартфондар 3 түсте ұсынылған: қара, сұр және алтын түстес. Samsung Galaxy A8 және A8 Plus смартфондары судан және шаңнан қорықпайды. Бұның себебі IP68 стандарттық қорғаныштық жүйесі. Дизайн жағына келетін болса, рамкалары металдан жасалып, алды-артынан шынымен қапталған. 2 нано сим карта және 256 гигабайтқа дейінгі SD карта салуға мүмкіндігі бар. Қосу және құлыпқа қою бастырмасы ыңғайлы орналасқан. Және Samsung флагмандарындағы сияқты 2 рет басқан кезде камера іске қосылады. Дыбыс шығару динамигі жоғарғы оң жақ қырында орналасқан. Осының арқасында смартфонды қалай ұстасаңыз да динамикті жауып қалу қаупі жоқ. Алыстан қарағанда S8 бен шатастырып алуға болады, әсіресе қара түсті болған кезде. Енді қолға ұстап көрейік. S8 бен әрине шатастырмайсың, себебі маған ұнамайтын жан-жағында қара рамкалары бар. Менің ойымша Note 8-ге көбірек ұқсайтын сияқты. Сканер бастырмасы S8-ге қарағанда ыңғайлырақ орналасқан. Жалпы смартфонның дизайны жақсы және әдемі болғанымен флагманға әрине жетпейді. Экраны Super AMOLED, өте жарық және контрастты. Флагманның экрандардан еш кем емес, бірақ айырмашылықтарын байқауға болады. Samsung Galaxy A8 және A8 Plus-тың дисплейі 18:5-тің 9-ға қатынасындай. Ал рұқсаты Full HD Plus. Ол дегеніміз 2220-да 1080 пиксель. Samsung Galaxy A8 және A8 Plus-та 8 ядро бар. Оның 2 ядросы 2,2 ГГц және 6 ядросы 1,6 ГГц жиілігімен жұмыс атқарады. Графикалық чипі 2016 жылғы Mali G71. Дәл сондай графикалық чип қазіргі флагман Samsung S8 және S8 Plus-та орнатылған. Жадына келетін болсақ, оперативті жады 4 ГБ және 6 ГБ болады. Жалпы жады 32 ГБ болып кіріктірілген. Синтетикалық тестілеу кезінде Galaxy A8 және A8 Plus рекордтар қоймағанымен, тапсырмалардың барлығын өз деңгейінде кереметтей орындаған. Geekbench 4 көрсеткіші былтырғы флагмандар деңгейлерінен сәл төмендеу. Салыстыруға Samsung S7 және S7 Edge алынған болатын. Antutu көрсеткіші шамамен 84-85 мыңға тең. Бұл орташа көрсеткіш. Galaxy A8 және A8 Plus смартфондарының камерасы жалпы 3. Ол қосарланған алдыңғы және негізгі жалғыз. Негізгі камерасының сапасы 16 мегапиксель және диафрагмасы 1,7-ге тең. A8 және A8 Plus смартфондарының алдыңғы камерасына акцент жасалған. Алдыңғы камерасы бізде 2 модульден тұрады. Бірінші модулі бізде 16 мегапиксель болады да, екінші модулі қосымша 8 мегапиксель. Жалпы апертурасы 1,9-ға тең. Galaxy A8 алдыңғы камерасы адамның бет-келбеті арқылы флагманды құлпыдан ашады. Ешқандай iPhone X-тегідей 3D скан туралы мәлімет жоқ. Samsung флагмандағыдай Iris скан да орнатылмаған. Яғни флагман иесінің бет-келбеті фотосурет арқылы танылады. Бірнеше рет растағандай бұл әдіс қауіпті. Функция қараңғыда және төмен жарықта мүлде жұмыс істемейді. Тіпті жарықта негізгі құлпын ашу әдісі ретінде қолданған ыңғайсыз. Орта келгенде Samsung Galaxy A8 және A8 Plus смартфондары жақсы экранды, сапалы алдыңғы және негізгі камералы, судан, шаңнан қорықпайтын, өнімділігі мықты смартфон болып табылады. Баға жағынан келетін болсақ, Samsung Galaxy A8 бізде 159 мың теңгеге тең. Ал Samsung Galaxy A8 Plus бізде 179 мың теңгеге сатып алуға болады. Менің ойымша, бұл смартфондар үшін баға өте жаман емес. Ал сатып алу, сатып алмау бұл өздеріңіздің шешімдеріңіз.